ел Қазақстанның картасындағы жер аман болсын. Сол жерде мекендейтін ел аман болсын. Сол елді көбейтіп, көркейтіп, өсіріп, өркендетіп отқан аналардан туған балалар аман болсын. Елді ұрысқа ұрындырмай, соғысқа соқтықтырмай, бейбіт жолмен алға сүйреп келе жатқан Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев аман болсын. Еңсеміз ерен, бақытымыз кенен, ниетіміз қабыл, ел аман жұрттырыш болсын. Бүгін 18 наурыз барлық қазақстандықтарды ұлттық киім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақтың ұлттық киімі ең әдемі, ең мағыналы, ең мәнді киімдердің бірі болып табылады. Сондықтан біздің жастарымыз, президентіміз айтқандай, осы ұлттық киімді дәріптеп, ұлттық киімге құрмет білдіріп, әрқашан осы ұлттық киімді тек қана мереке күндері емес, күнделікті өмірде де киіп жүруіне мен тілектеспін. Бізде Төле би ауданында осы бүгін ұлттық киім күніне орай 120 пәтерлік екі үйді табыстадық тұрғындарға. Осындай қос қуанышымыз бар. Мереке құтты болсын.